Ассалаумалейкум туғандар, назарыңыздарда BYD E2 үлгісінде ona туғандар трех линзовый бұл максималкасы білесіздер. Оны байқасаңыздар болады, машинаның ауалы жақсы екен, бірақ алдынан біраз удар жеген екен туғандар. Моус алмашылғанда, капот алмашылған, жасалған екен, в общем, переделка болған. Қалған полностью в родном окрасе, серьезный, критичный емес туғандар. Авария болғанда алдын рөлі алмаштырылған детальдар екен да. Повторители поворотника туғандар машинаға келе тұрған болсақ, бесключевой доступы қаралған. İçine gelip көрсөтөйлү 120 миң пробеги менен туғандар. Машинаның içinde айрылған, тытылғанындай изношенный жерлери жоқ. Туғандарында кордолгон, зордолгон эмес, машинаның состояниясы энди өтө жакшы эле болуп атат туғандар. $9600 ушул Кыргызстанга под ключ турат туғандар. 15 дегенде 15 эмес туғандар. 20-25 күндө под ключ барат ушул. Кимден кимге кызык боло турган болсо кайрылып өңүңүздөр. Машина азыр Гуанчжоу шаарында туғандар. Машина идеал состоянияда, по кузову мындай вложение жоқ та туғандар. Азыр мерден биз көз айланып бир кайрылып талшынан бермей уруп чыктык туғандар. Полностью родной окрасе болду. Могул эле жасалган болот да, капот эле калган бүт родной окрас менен болду. $9600 ушул уна азыркы учурда турат туғандар. Шашылыңыздар, кимден кимге керек боло турган болсо кайрылып берсеңиздер болот. Бул максималкасы туғандар. Лакшери, люкшери деп койшобойчу, ушундай айтар. Шундай кличкасы бар туғандар. Кайрылып берсеңиздер болот. BYD E2. Ассаламу алейкум.